Ассаламу алейкум. Сегодня я позвал на интервью нашего депутата народного Серика Туликпаева по теме мусора и вот акции «Таза Казахстан». Мы объехали несколько свалок несанкционированных и вот хотели насчет этой темы поговорить. Серик аға, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, амансыздар. Вот қаншама свалка өттік біз, бір 8 жер өттік несанкционированный. Это получается қыстан шығарған қар. Содан қазір біз көріп жатырмыз, мусор қалып жатыр. И біраз мусорлар қалып жатыр. Ең басы водоемнің қасында біраз мусор, который бір жылда уже бір жыл бұрын около 90 миллион бөлінді сол тазартуға водоемнің қасы. Қазір көріп жатырмыз 3 жерде мусор. Сол мусор қазір қар еріп жатыр, сол су водоемға келеді. Қалай ол пляж болады ертең? Мұндай мәселелерді не айтасыз? Жалпы мен мынандай айтқым келеді, біздің мынау биыл қар шығарғанда 8 жерден ба қар төгетін полигон жасады ғой. Сонымен бірге шыққан мусорлар ғой. Әрине, мына экологиялық жағдай болсын, мынау судың тазалығы болсын, жаңа водоем маңына төкпеу керек еді. Енді төгілді, көрдіңіздер, сіз бақыладық, қар төгіліп сөзі қаншама мусор жатыр, енді оны ертең жинастыру керек болады. Ал енді біздегі анау Нақалықтың жанындағы да, мынау акиматтың артындағы да, акиматтың артынан білесіздер, бұрын 987 миллион бөлініп, тазаланып, бұл пляж болып қала демалыс орны болады деген. Бірақ енді ол демалыс орны болмайтын белгі, өйткені мынандай қоқыстардан кейін судың тазалығына күмән бар халықтың. Ал Нақалықтағы да не бойынша, жоспар бойынша Нақалықтағы водоемда не болу керек пляж. Енді андай мусорлардың бар сонда кетіп жатқан өкінішті. Ең қызығы жаңағыдай заңсыз қоқысты жинау деп бюджеттен ақша бөлінеді. Жыл сайын. Жыл сайын бір азғантай сума бөлінеді. Биыл мынау қардың көптігі ма, бір 7-8 жерге қар төк, соның бәрін жинау үшін не бұны субботникпен жинайды, мекемелермен. Не 3-4 миллион әйтеуір заңсыз қоқыс жинау деп бюджеттен қаржы бөлінетінін білемін. Бірақ ол сума қанша екенін білмеймін. Былтыр 4-5 миллиондай, 3-4 миллиондай бөлінді былтыр. Қазір нақты білетін мынау Родинаның ауылдық округында осыған уже қаржы бөлінді, кеше бюджеттен неткен ұсынған жаңағыдай заңсыз қоқыс алаңдарын. Ал бұл заңсыз қоқыс алаңын кім істеді? Мен жалпы ойлаймын, енді бәрі қателіктен сабақ алады ғой. Биылда қала билігі қателіктен сабақ алып, келесі жыл қар шығарғанда сол қарды бірақ полигонға шығарса, суға бармайтын, ол мусор болатын міндетті ғой. Су ағып барса да, ағып барған су айтып тазарып барады ғой. Ал мыналар сәзі прямо водоемға, тікелей водоемға құйып атқасын, бүкіл қоқыс кетіп атыр. Соны мен айтам, неге бізде қала кішкентай ғой? Жерге апаруға болады ғой. Жер көп Астана емес қой еще. Бізде жер көп, алыста емес. Сондықтан да мен ойлаймын, тіпті енді мынау осы қар тазалаған мердігерлер бар емес пе? Осыны ұтып алып, билікпен келісіп, осы қаланың қарын тазалаған мердігерлер, осы шығарған мердігерлер ғой. Мердігерлерге рахмет, әйтеуір су кетірмей алып қалса да, бірақ солардың өздеріне тазалап тұру керек келсін. Тракторы барша, техникасы болса, мынаны тегістеп тазалап жесе, одан артық ештеңе керек жоқ. Сіз қалай білесіз бе, мынау бір 7-8 жерді өттік қой. Соған документ берді ма, разрешение? Мен неге соны айтам, Серик мырза? Ол документ берілмеген айдан анық. Мен неге сізден сұрап жатырмын? Каждый полигонға разрешение береді, қағаз береді, потому что экологический нормы бар. Вот мұндай мусор болмау үшін. Ертең может мына жақта подземный сулар бар, который қасында су алып жатыр. Мұндай жағдайлар разрешение керек. Бізде мұндай разрешение бар ма? Бұған ұқсат беретін мекемеде жоқ деп ойлаймын бізде. Неге ЖКХ соны обязан? ЖКХ оны білмейді екен, бірақ енді оған дәл осылай 7-8 полигон ашуға оған құжаттар жоқ деп ойлаймын. Өйткені білесіңдер, қаламыз кішкентай болғаннан кейін әйтеуір жақын маңайларға су еріп кететін маңайларға төкті ғой. Бірақ жалпы алдағы жылдары водоемға қаланың енді көркі ғой, 2 водоем ба, соның маңына қар төгуге болмайды деген деп ойлаймын. Өйткені басқа да бізде жер көп, бізде не көп жер. Мысалы, осы жерден бір жерден үлкен бір полигон істеп, жүрезінен келген қарды Астанадан қабылдап алып тұрса, бізде қай жер болса соған төгіп қаламыздың айналасының барлығы қазір қоқыс болды.
енді бұл жерге келіп бұны жинай алмайсыз, дұрыс па? Иә, қазір бәрінде су тұр, саз. Су тұр, саз тұр, бұл енді майға дейін жатып қалады. Майдан кейін енді қарап жинайтын шығар, жинайды ғой енді, бірақ енді сонда осындай болмасын, бірақ жерде болса, уже білесің ғой, полигон бірақ жерде соған апарып төгу қарды. Тем более қазір өзі білесіз ғой, уже акция таза Қазақстан, президент айтқан, біздің қалада көріп жатырмыз ғой, қалай болып жатыр. Іште көшелерді тазартып жатыр, шетке қарсы шықсақ, любой шетте қоқыс жатыр. Енді не айтасыз? Уақыттың еншісінде, қазір мына келіп тазалайды деп айтамын. Жаяу жүріп, адамдар жаяу келсе, бұл жердің бәрі батпақ көріп тұрсыңдар ғой. Батпақты жерде қалай тазалайды енді? Сол жердің несін күтеміз, кепкен. Оған дейін жеңіл қоқыстар қалаға ұшып барып жатыр желдің бағытымен. Да, бұл ойланатын мәселе, бірақ осы жылдан сабақ алып, келесі жылы бірақ полигон болса қаламызда, сол қарды қабылдайтын бірақ полигон жетеді ғой орын. Соған қойып, су жерден солда бірақ жерден тазалайды, қаланың сыртында болса. Бізде әрбір жерде болған, қане Қостанай жақтан кіріп келатсаңыз, 2-3 полигон көрдік, дұрыс па? Астанадан кіріп келатсаңыз, 2-3 полигон көрдік. Соны қаланың ішін жинағанмен де сырт жағы кішкене көзге оқшаулау көріп тұрады. Айтпағым сол, бірақ міндетті түрде осы мәселені қала билігі ескеріп, келесі жылға бір қорытынды шығарады деп ойлаймын. Серік аға, рахмет сізге, сұхбатқа. Вот и слышали позицию нашего депутата и мою тоже позицию. Я считаю, что полигон должен быть один и постоянным, с разрешением, чтобы туда все высыпали и убирали после зимнего периода. Потому что может привести, вы все понимаете, что это не только снег вывозится, и грязь с города, который потом тает и уходит под землю. Как-то так, и еще раз мусор улетает потом куда? В город, в степь, и опять у нас везде мусор. Будем думать, что это весь мусор уберут, и наш город станет чистым, как акция «Таза Казахстан». Всем ассаламу алейкум, подписывайтесь на канал, мира и добра.